Ассалаумағалейкум, аса құрметті қазақ елі. Менің қазір сіздерге оқиын деп тұрған өлеңімнің тақырыбы жезөкшеден аяулы жар жасады деп аталады. Жетіммін деп қисық жолды басады, жүрген бойы алматтан асады. Оны көріп сүйіп қалған бір жігіт жезөкшеден аяулы жар жасады. Еріншекпін, жалқаумын деп растады, жезөкше боп өзін мүлде тастады. Сейфуллинмен вокзал бойын жағалап, тәнін сатып, жаман жүріс бастады. Ешкімім жоқ, тастандымын дегенде, ішіп алып қайғы мұңы жегенде, өтірік деп сен алмады көшеде, келген жігіт ғашық болдым дегенде. Қыз ішеді, абыройы нөледі, қызметінің құнын жігіт төледі. Қатын ассыз, арам ойсыз, жанашып, қарындас деп ықыласқа бөледі. Келіп тұрды бір жылдыққа жуықтай, сөйтіп жүрді қатынасты суытпай, жезөкшені сүйіп қалды алам деп, өзге қызды маңайына жуытпай. Сүйу сезім сарқылмайтын кенбеді, жігіттің қыз әлеміне енбеді, түзелші деп айтылғанды жек көріп, ілтипатты сәлеміне сенбеді. Бір аңсаса сарғылмайтын күнді құрып, жігіт қызды сағынады түнде тұрып, вокзал маңын торауылдап қызды іздеп, көлігінің рөлін сонда күнде бұрып. Жылдар жылжып, жезөкшелік жасталды, қыз жүрегі лүпілдетіп масталды, жанашырлық бойында бар жігітті сағынышпен жолын күту басталды. Көңілімді күзететін қадам бар, өмірімді күзететін адам бар, көзім жетті, енді мен де түзелем, мені сүйіп түзететін адам бар. Қатынасы екі жақтан ерік боп, жылға толды жақындығы берік боп, көше бойын тастап жары атанды, ажырамас қасындағы серік боп. Жезөкшелік гүл ғұмырын ластады, өткендерін алдамады растады, жезөкше қыз аяулы жар атанып, түзелген соң жаңа жолды бастады. Рахмет.